Армысың, құрметті көрермен, 18 мамырдан бастап Ақтау қаласындағы қоғамдық көлік қозғалысына рұқсат берілді. Алайда Маңғыстау облысының бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес барлық эпидемиологиялық шаралар қатаң сақталуы тиіс. Аталған шараларды жолаушылар мен автобус қызметкерлері сақтап жүрме. Осыны тексеру мақсатында Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығының түсірілім тобы мен арнайы мамандар рейдке шықты. Ендеше ең бірінші 105-ші автобусқа мінейік. Бірінші рет естіп жатырмын. Бірінші рет естіп жатырсыз? Иә. Яғни оған дейін естіген жоқсыз? Алдында жүрдік, иә. Маскасыз, иә. Қандай ережелерді білесіз? Маскамен жүру, сосын перчатка кию қолымызға. Арақашық сақтау. Перчаткам жалпы бар. Жаңа шешіп алдым. Бар болса неге тақпасыздар? Соң салып алдым. Тақсаңызшы қазір. Сізде неге бетперде жоқ қазір? Сіз қоғамдық көлікке міндіңіз. Бұрын соңды осы қоғамдық көлікте жалпы сақтайтын ережелерді естідіңіз бе, білесіз бе? Мен өзім аратыры бірімінен, бірақ мен заттарын бір дейде қалып кетті, жалпы бар. Перчаткам де, қолбағында. Жалпы бәрімізде бар. Бірақ қоғамдық көлікте аса маңызды бетперде табу. Бірақ естеңіз. Мен көптен бері бірінші рет мініп естеңіз. Водитель, кондуктор, мұнда сіздің қоғамдық көлігіңізде бетперде тақпаған адам бар екен. Ескертіп, бұл адамға енді сүйреп тастай алмаймыз ғой. Ескертіп, өйткені енді задачный адам. Каждый остановкада ескертіп келеді адам. Жоқ, сіз білесіз ғой оны мінгізбеу керектігін. Енді мінбеңіз деп айтқанға түсінбей мініп кетті ғой, енді 4 адам мініп атқан кезде. Ол сіздің жауапкершілігіңізде дұрыс па? Енді мен барынша айтуға тырысамын. Бірақ енді анау үлкен адам ғой енді. Келесі кезекте 103-ші автобус. Ендеше бұл бағыттағы қоғамдық көліктің де ережені қаншалықты сақтап жүргенін тексерейік. Қазір артық перчаткалар бар ма сізде? Артық перчатка бар, иә. Көрсетіңізші, перчаткалар қорын. Жаңа перчатканы ауыстырып, біреуін қоқысқа лақтырып. Негізі бар, иә, барлығы да? Негізі бар. Күніне ауыстырып тұрасыз, ережені сақтайсыз. Ережені сақтаймын. Егер қоғамдық көлікке бетпердесіз кірген жолаушы болса, не істейсіз ондай жағдайда? Тәжірибеде болды ма ондай жағдай? Қолдан келгенше түсіндіруге тырысамыз. Қоғамдық көлікке бетпердесіз кірген жолаушы болса, ондай жағдайда не істейсіз? Шама келгенде сақтандырып кетуге тырысамыз. Бірақ енді біреулер бар, ешкімге қарамай тұрып кетеді, үйімізге баруымыз керек, ұмытып кетіппін дегенде болады, жасынан. Бірақ көбіне бірақ сіз білесіз ғой, бетпердесіз кірген жолаушы болса, оны міндетті түрде қоғамдық көліктен шығару керек. Неге десеңіз, басқаларға басқаларға да қауіп төндіреді. Бірақ кейде тыңдамайтын апайларымыз бар, көбіне үлкен апайларымыз тыңдамайды. Өзіңіз қолғаптарды, масканы қанша рет ауыстырып тұрасыз ба? 2 сағаттан шамамен 3 сағаттан ауыстырасыз. Арғы комиссиясына барғанда. Артығы бар ғой, иә? Бар, ана жерде тұрады. Бетперде бар ма? Маскасыз кірмейміз. Қалтамызға салмаймыз, тұрып кіреміз ішке. 26 мамыр күні барлық ауданнан қалааралық ауданның ішіндегі маршруттардың барлық қожайындарын жиналыс өткіздік өзімізде. Тағы да тапсырмасын бердік, қатаңдату жөнінде. Маскасыз, қолғапсыз автобустарға мінгізбеу жөнінде, және тек қана отыратын орындықтармен тасымалдау жөнінде. Енді бүгін өзіңіз көрдіңіз, жаңа 2 маршруттың ішінде 2 маршрутпен рейд жасадық, қарадық. Қазіргі осы рейд жасаған маршруттарда ондай қатты заң бұзушылық болған жоқ, бірақ сонда да дегенмен тұрғындардың бәріне түсіністікпен қарауға шақырамыз, және көпшілік жүретін жерлерде, қоғамдық көліктерде маска мен қолғаппен жүруге шақырамыз. Таңғы 6-тан бастап, біз ұйықтыққа шығарардан бастап, бірінші, конечно, өзіміздің базымыз бар, станция Маңшылақта. Сол базадан, инспекционның алдында. Сол жерден медик как положено тексеріп өтеді, температура тексереді, давление тексереміз сол жерден. Перегарға специальный өзіміздің аппараттарымыз бар, медиктердің тексеретін. Бәрін как положено тексеріп, сол жерден шығады. Одан кейін каждый 2 сағат сайын, каждый конечныйда бізде дезинфекция жасалынып жатыр хлормен. Как положено, қолдар жуылады, ұстайтын тұтқалардың бәрі, есіктер бәрі жуылып, как положено.
и водительдер мен кондукторлардың бетперделері каждый круг сайын ауысып тұр, өздері ауыстырып отыр. Енді қазір масканың түрі шықты ғой, кейбіреулер айтады, многоразовый дейтіндер де бар. Бұл многоразовыйларды күніне 2 рет ауыстырамыз. А егер мынандай тонкий болатын болса, ол 2 сағат ауысып тұр. Бүгінгі өткізілген карантиндік шектеулерге байланысты мониторинг жұмыстарының қазіргі уақытта маңызы зор деп білемін. Өйткені біздер ең бірінші мына Маңғыстау облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес біздің басқармаға қарасты барлық облысішілік ауданаралық тұрақты жолаушы тасымалы маршруттарының қызмет көрсетуші барлық тасымалдаушыларына бас санитарлық дәрігерінің қаулысында енгізілген барлық карантиндік шектеулерді қоғамдық көліктегі жолаушылармен қатынас және өздерінің тазалық шараларын, карантиндік шектеулердің сақтану шараларын барлығын уақытылы жеткіздік, ескерттік. Тиісті тапсырмалары берілді, хат жүзінде де берілді, жазбаша да берілді барлығы. Қазіргі уақытта маршрут тасымалдаушылары өз тарапынан осы шектеулерді орындауға тырысып бағуда, және өзіңіз соған жаңа мониторинг барысында куә болдыңыздар. Егер бізде мониторинг барысында облыстық, яғни СЭС-тің немесе құқық қорғау органдарымен бірлескен бақылау болса, онда заң талабына сәйкес оларға айыппұл түріндегі немесе ескерту түріндегі жауапқа тартылатын болады. Өйткені заң алдында, заң талаптарының алдында барлығымыз бірдейміз. Құрметті маңғыстаулықтар, осымен бүгінгі рейдіміз аяқталды. Сақтық шараларын сақтап, бетперде тағып жүріңіздер. Рейдіміз ертең де жалғасатын болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір Махмутова, Амандық Аманқұлов, Маңғыстау облысының қоғамдық коммуникация орталығы.